этой записьті. Естіліп тұр ма менің дауыстарым бәрі жақсы естіліп тұр ма? Естіліп тұр, иә, жақсы естіліп тұр болса, жақсы. Естіліп тұр. Жақсы. Рахмет. Рахмет. Менің аты жөнім Салтанат Нұрғожаева, мен Алматы қаласының тұрғынымын. 30 жыл адвокат болып жұмыс істегем. 3 ересек балам бар, 2 ұл, 1 қызым бар, 6 немерем бар. Қазір өзім Алматыда тұрамын негізінде, қазір өзім Шанхайда, Қытайдамын, кішкентай қызымның жанында. Өте бақытты анамын, бақытты жанмын, бақытты интеллект тренермін. Осы супер жантағы адамның миын қозғалтатын, миын дұрыстайтын. Мен айтам, супер жантағы 8 жаттығу, 8 жақсы әдет, ол біздің миды пайдаланудың инструкциясы деп. Миды қалай пайдалану керек екенін инструкциясы деп атаймын. Өйткені сол жаттығулар жасай отырып, сен ойлана алатындай, өзіңе өзің сұрақ қоятындай, сөзіңді қадағалайтындай, ойыңды қадағалайтындай, өзіңнің жаңа эмоцияң дейді, ең бастысы бізде эмоциональный интеллекті жаттықтырады және соны қатайтады. Адамның рухын, ішкі дүниесін реттейді, ішкі дүниесін тазалайды. Біз негізінде жасымыз келген сайын, жасымыз есейген сайын, пенсия жасына жақындаған сайын, зейнет жасына жақындаған сайын, біз ойлайтынбыз, мен өзім сөйтіп ойлайтынмын, біздің барлық мүшеміз қартаяды деп, барлық мүшеміз қартаяды деп. Оның ішінде ми да қартаяды деп ойлаған. Менің өте қателескен, өйткені мен ең бірінші осы Суперджамппен танысқан кезде мен 56 жаста болдым, өзім 56 жаста болдым. Сол кезде уже мен ұмытшақ бола бастадым. Жаңағы памятым өте күшті болатын, сол памятым азайып кете бастады. Сол кезде мен түсінбедім, ойладым, мен енді қартайып бара жаттым, сол қартайған сайын осы жаңа миымда дұрыс болмай жатыр деген ойладым. Неге ерте қартайдым деп мен өзім сұрақ қойдым да сол кезде. Кейін осы Суперджампқа келген кезде бірінші менің Владимир Викторович, Суперджамптың қалаушысы Владимир Довгань, ол кісі өзінің историясын қысқаша айта кеткен кезде, ол өзі кедей отбасынан шыққан, жас кезінен бастап аурушаң болған, дислексия деген аурумен ауырған. Ол дислексия деген ауру, ол мида бір кішкене дұрыс жұмыс істемейді, дұрыс оқи алмайды, дұрыс еске сақтай алмайды. Сол мида кішкене оларда сондай бір нелер болады, жетіспеушілік болады. Сол адам мектепті өте нашар бітірген, әрең дегенде жаңағы таяқ жеп жүріп, әкесінен таяқ жеп жүріп, мұғалімдерден сөз естіп, әбден сондай қатты қиналады. Менің ең бақытсыз күнім сол мектепте оқыған күнім дейді. Ол кезде психолог деген жоқ, ешкім білмеген оның қандай ауру екендігін, сөйтіп қатты қиналады. Сондай өзінің дислексия деген сондай ауруымен, көптеген ауруларының барлығын ол кісі өзінің миын жаттықтыра отырып, өзінің ақыл ойын жаттықтыра отырып, бәрін жөнге келтіріп алған. Долларлық мультмиллионер болған. Көптеген бизнестерді, кәсіптерді бастап, өзін енді жаттықтырып, бармаған жері жоқ, баспаған тауы жоқ. Сонда іздегенім, қалай адам бақытты болады деген ғой. Бақыт деген не ол? Қай кезде адам бақытты болады деген сұраққа, бақыт дегенді түсінбеген, мен де өзім түсінген жоқпын. Қай уақытта адам бақытты болады деген сұраққа жауап іздеген. Сол үшін көптеген адамдармен кездескен, ақылды адамдармен, дана адамдармен, данышпан адамдармен кездескен. От востока до запада дейді, барған жері, бүткіл Индияға да барған, Япониядағы барған, қай жерде осы жаңағы көбірек адамдардың рухани жағын дамытатын жақтың барлығына барып, бұл жауап іздеген. Бақыт деген не ол? Қай уақытта адам бақытты болады деп. Ол ойлаған, ол Владимир Викторович Довгань ойлаған.
бақыт деген мысалы ол кісі кедей болды ғой, ақшасы аз болды, ішкен жегеніне жетпейді. Ең алғаш семья отбасын құрған кезде өзінің әйелінің әке шешесінің үйінде 9 квадраттық үйде 9 квадраттық жаңағы квартирада тұрдық дейді да. Өзі деген ол кісінің өзі деген енді еңгезерде үлкен бір алып кісі де, 1,98 бойы. Енді өздерің көз алдарыңызға елестетіңізші. Сол кезде дейді, ана үйге сыймаймын дейді, баланы да құлатып алдым. Өз историяласын бәрін, керемет кітаптары бар, бәрін оқитын болсаңыз білесіз дейді. Сол кезде ол ішкен жегеніне жетпеді, екі жұмысты бірдей атқарып жүріп, сол бала шағаны қалай бағам деп, осы ақша керек деп, сөйтіп бірінші ақшаны ойлаған сол кісі болған. Сөйтіп жүріп, ол өзінің жаңағы ақылын қосып, өзінің неше түрлі идеялармен жұмыс істеп жүріп, бұл кісі $1 миллион ақша табады. $1 миллион. Ол кезде енді 90-шы жылдары 1 миллион ақша табу деген, ол деген екінің қолынан бірі келмейді. 1 миллион ақша табады бұл. Тапқаннан кейін бұл сезінбейді, әлі бақытты сезінбейді. Бұл бақыттың не екенін білмейді. Содан кейін барады да, банкке барады да, бұл кісі жаңағы ақшаның барлығын алады, наличкамен алады, қағаздай алады. Бір мешокка салып алады да, үйіне алып келем дейді, үйге алып келем, жаңағы кухняға қойдым дейді, ана ақшалардың бәрін. $1 миллион дейді, жатыр дейді ана жерде. Жатыр, соны қарап отырмын дейді, өзім темекі тартып отырмын дейді. Сондай өзім мен де түк түсінбеген, санасыз болдым, надан болдым деп ол кісі де мойнына алады, мен сияқты бәрін мойнына алады. Сол қарап тұрдым дейді. Енді сол надан болса да $1 миллион тауып отыршы. Өзі аурумен, дислексия деген аурумен сондай $1 миллион тауып отырып, өзіне сұрақ қояды: мен бақыттымын ба деп, мен бақыттымын ба деп. Сол кезде ол сезінбейді бақытты. Мен қай кезде, содан кейін өзіне сұрақ қойды: мен қай кезде мен бақытты болдым деп, қай кезде мен өзімді бақытты сезіндім деп. Сөйтіп өзіне сұрақ қояды. Сонда бақыт ақшаға байланысты емес екен. Ол кісінің айтқан сөзі бар: бірінші бақыт керек, екінші ақша керек дейді. Біреулер айтады, ақшам болсам бақытты боламын деп. Жоқ дейді, ол кісі өзін өзі дәлелдеген. Бірінші бақытты болуды үйрену керек, одан кейін барып ақша өзі магнит сияқты тартылып келеді деген. Сондай сол кісінің осы мінекей әлемде жоқ, әлемде бірінші рет пайда болып отырған ересек адамдардың педагогикасы деген, ересек адамдардың дамуына арналған индустрияны суперджамп деп қазір аталады. Біз ең алғашқы қарлығаштарымыз қазір. Осы жерге келіп оқып жатқандарымыз, біліп жатқандарымыз қазір 74 мемлекетті біріктіріп отыр. 25 тілде, 27 тілде ма жүргізіліп жатыр. Сайты бар, қазір керемет өсіп, дамып, жетіліп келе жатыр. Өйткені сол жаттығуларды жасай отырып, адамдардың барлығы өздерінің миларымен жұмыс істеп, көптеген мәселелердің шешімін тауып алды. Бір сөзбен айтқанда, жаңағы суперджамп шешпейтін мәселе жоқ. Сіздің денсаулығыңыз ба, бәрі мида екендігін айтты. Ми сол кезде мен неге бірінші рет осы жаттығуларды мен өзім айтады ғой, бір жабық адамдар болады ғой, сондай жабық адам болдым. Мен еш уақытта өзім айналысып, өзімнің өсуіме, дамуыма ізденіп, семинар іздеп, жаңағыда наставник іздеп, мен өсейін, дамиын, жетілейін деген менде ондай сұрақ тұрған жоқ. Мен өзі ондайға айналысқан жоқпын. Осы суперджампты 2016 жылы өзімнің үлкен қызым, қазір 80-ші жылғы қыз, 40-тан асты қазір. Сол қызым ол кезде интернет енді пайда болған, интернетке қарамайтынбыз, біз техниканы қарамайтынбыз, қашатынбыз, өйткені біздің заманда болған жоқ оның барлығы. Сол қыз тауып алып келеді да, жаңағы сол жердегі менің естіген бірінші, Владимир Викторович өте көп біздерге мектеп берді. Сол кездегі бірінші естіген менің сөзім, адамның бойындағы еш уақытта өмірде қартаймайтын ол ми деп айтты. Оны ғалымдар тексеріп, зерттеп, соны зерттеген ғалымдар Колмогоров, Иванов деген Россиядағы ғалымдардың өздерінің сөздерін, видеолары бар бізде
школаларда олардың сөздерін мен деген 100 рет 1000 рет тыңдадым. Адамның миының мүмкіндігі бізде үлкен бір атом сияқты, үлкен бір компьютер сияқты біздің миымыз жатыр. Мидың біз деген бір 0,000% ғана пайдаланып жатырмыз. Егер мидың хотя бы 10-15%-ін біз пайдалана алатын болсақ, соны аша алатын болсақ, нейрондар екен. 80 миллиард, 100 миллиард нейрондардан тұрады дейді. Әр нейрон бір кішкентай ақыл дейді. Сол ақылдарымызды біз ашып, соны пайдаланатын болсақ, біз өзі мықты боламыз уже. Барлық өзіміздің мәселелеріміздің шешімін тауып аламыз. Бәр мәселенің шешімін тауып аламыз. Ауру жүрсек, ауруды да жазып алады екенбіз. Сондайлық бізде күш ішімізге берілген екен. Алла тағала дейміз ба, жаратқан ие дейміз ба, бәрі жаңа бізді осы өмірге алып келген кезде бекер алып келген жоқ екен. Бізді бақытты болсын деп, осы мидың көмегімен барлық мәселенің шешімін шешіп алуға мүмкіндік берілген екен. Ол мүмкіндікті бәріміз де білетін шығармыз. Бірақ қалай оны пайдалану керек, қалай біз осы мүмкіндігімізді ашу керек дегенді көп адамдар онша ажырата білмеді. Мен де сондай болдым. Мен де оны білген жоқпын. Мен мидың мүмкіндігінің зор екендігін, сол ми арқылы біз деген жаңағы барлық мәселенің шешімін тауып алуға болатындығын, оның ішінде жаңа нені денсаулықты да, мен денсаулықпен келдім ғой өзім, денсаулықпен. Қызым күйзеліспен келді. Мен өзім денсаулықпен келдім. Сөйтіп екеуміз жаңағы осы жерге келіп Суперджамптың жаттығуларымен таныстық. Ол кезде 2016 жылы, дұрыс, 2016 жылы, қазір бір слайдтарды көрсетейін деп едім ғой. 2016 жылы 2016 жылы бізде офлайн болды. Мен ең бірінші офлайн клубты осы Алматыда әлем бойынша бірінші рет аштық. Ол біз тарихқа кірдік. Қазір өсіп дамып жатырмыз. Онлайнға көштік. 2019-нан бастап онлайн осындай Zoom арқылы кездесіп, Zoom арқылы қазір біз адамдардың өсіп дамуына, ересек адамдардың өсіп дамуына көмектесіп жатырмыз, иә. Суперджам адамның сол себептен де бізде әр уақытта, әр сабақты білім деген бұл жерде жеткілікті енді. Біз енді сол нейрондарымыздың мүмкіндігін ашуымыз керек. Оны ашу үшін біз бір жол өзімізге өсу, даму жолын таңдауымыз керек. Өсу, даму жолын. Біз миға тыныштық бермей, күнделікті мен өзімді өзім жақсартып отыруым керек. Кешегі салтанат бүгінгі салтанаттан қаншалықты жақсарды, қаншалықты білімдірек болды, қаншалықты дана болды, қаншалықты данышпан болды, қаншалықты жаңа бір білім алды, қанша жақсылық жасады деген сияқты сөйтіп сұрақтар қоя отырып, біз күнделікті біздің өзіміздің өсуімізге, дамуымызға, миымыздың нейрондарының ашылуына, соның бізге қызмет жасауына өзіміз қимылмен, әрекетпен біз әсер етуіміз керек екен. Адамның жасы дейді төлқұжатпен анықталмайды дейді. Оқуға, дамуға, өсуге деген ұмтылыста анықталады дейді. Адамның ағаш ретіндегі тұлғасы, егер оған күтім жасалса дейді, ол өсіп дамиды дейді. Гүлді де, ағашты да алсақ, біз оған күтім жасасақ, оған қарайтын болсақ, ол өседі, дамиды, әдемілігін көрсетеді, адамға жақсылық сыйлайды ғой. Жақсы гүлді көрген кезде, жақсы теректі көрген кезде адам рахаттанып бір сезімге бөлінеді. Тура сол сияқты адам да өзімен өзіне күтім жасау керек, өсіп дамып отыру керек. Бұл күнделікті болатын. Бұл қимыл қозғалыс күнделікті болып жатыр. Егер сіз суармасаңыз деймін, мысалы ағашты деймін, егер сіз суармасаңыз және күтім жасамасаңыз, ол кеуеді, өледі, тыңайтқышқа айналады дейді. Адам да солай. Егер біз өсіп, дамып, білімімізді жетілдіріп, білмегенімізді білуге тырысып, оқып, сондай бір алға қарай жүруді, қимылдауды егер біз қалау жасамасақ, біз өшеміз. Деградация. Бізде екі жол бар деген сөз ғой. Біреу өсу, даму, сен қаншаға келетін маңызды емес. Төлқұжатпен, адамның жасы төлқұжатпен анықталмайды.
мысалы төлқұжатпен мен пенсионермін, мысалы, иә, менің пенсионермін, ал менің өзім өмірге деген құштарлығым, оқуға деген, дамуға деген құштарлығым, менің 20 жас 30 жаста болмаған құштарлық менде артып тұр. Энергия, қуаттанып тұрмын. Өйткені менің миымның нейрондары істей бастады. Менің миымның нейрондары істеген сайын менің ауру сырқауым да жоқ, көңіл күйім де көтеріліп жүр, бақыттымын. Өйткені маған қолыма 8 әдет, 8 жаттығуды беріп қойды. Соны сен күнделікті ерінбей жасап отыр, және жасап қана қоймай, сен оны ары қарай таратып, бізде екі қанат бар ғой адамда. Екі қанат бар. Енді оны білесіздер ме, білмейсіздер ме? Біреуі рухани қанат, яғни адамдық құндылықтарды сақтау, адамдық қасиеттерді сақтау, иә? Адамдық қасиеттерді сақтау. Ол қандай қасиеттер? Шындықта болу, шынайылықта болу, мейірімділікте болу, қайырымдылықта болу, махаббатта болу, жақсылықты ғана көріп, жамандыққа көз жұмып, адамдарға пайдасы тиетін дәрежеде болу, адами құндылықтарды негізінде бізде дін туралы сөз қозғалмайды, Құранда да жазылған, сол Құрандағы жазылғанның барлығын мына жерде біз осы суперджампта әрекет ретінде өмірімізге пайдаланып үйренеміз, бір сөзбен айтқанда. Сондықтан да ми қартаймайды. Мен бірден сіздерге жауап берейін. Ми қартаймайды. Кез келген уақытта, осы мені бүгін естігеннен бастап, сіз өзіңізге қуаттанып, миыңызды жұмыс істете бастап, миыңызға дұрыс тапсырма беріп, сіз өз өміріңізге керекті нәрсені жаңа өзіңізге тартып аласыз. Бәрі ойдан, бәрі сөзден, бәрі жаңағы көңіл күйден. Айтады ғой, аурудың себебі неде дейді? Нерв дейді ғой. Нерв. Ол ментальный, мына жаңағы жүйке тамырымыздың жұқарып кеткендігінен. Жүйке тамырымызды кім жұқартты? Өзіміз жұқарттық. Өйткені біз мимен дұрыстап жұмыс істеген жоқпыз. Ми негізінде өте еріншек. Егер оған дұрыс қолға алып, оны басқарып, оған дұрыс тапсырма бермесең, ол сені жамандыққа қалып кетеді. Бірінші адам жамандықты көреді. Еріншек дейді ми. Еріншек. Сен аппаратта бір стенаға барып тірейді. Ол стена дұрыс болмайды сағанда. Мысалы, мен өзім қазірде историямды қысқаша айтамын, сол кезден ақ өздеріңіз түсіне бастайды. Сондықтан да адамның қанша жаста екендігі маңызды емес. Егер ол дамымаса, ол өледі дейді. Шынымен де жай ғана ішіп жейді, таңертең тұрады, тамағын ішеді, сонымен бірдеңкелерін күйбің тірліктерін істейді, сонан кейін кешкісін тамағын ішеді, тағы қазір телефонға шұқылап отырады, сонан кейін жатады, ұйықтайды, ертеңінде қайтадан басталады сондай күйбің тіршілікпен ақырындап өлімге қарай кете береді деп отыр. Расында сол. Егер біз миымызбен, өзіміздің басымызбен жұмыс істемесек, біздікі сол. Ал біз негізінде бұл өмірге, бұл әлемге бекер келген жоқпыз. Осы әлемге өзіміздің пайдамызды тиетіндей, осы әлемді өзі жақсартатындай, сондай бізде үлкен бір мүмкіндік бар. Әрқайсымыз бойымызда бір талант бар. Әрқайсымыз қайталанбас бір тұлғамыз. Екі бірдей адам жоқ дейді әлемде. Екі бірдей адам жоқ дейді. Мінекей мына жерде шын жүрекпен, көңілімен тыңдап отырған Мансия деген біздің үлкен ханшайым, патшайым деп айтқанға ренжімеңіз. Сонда кісілер өздерінің екінші ол кісі Мансияны сіз ештерден таба алмайсыз. Мына жерде отырған Айнұр, мінекей. Ондай адамды тағы да бүткіл әлемді біз аралап шықсақ та, Мансия мен Айнұрды осы кісілердей, біз осы адамдардай біз таба алмаймыз. Бұл кісінің бойындағы болған бір қасиет, бір талант, бір жақсылық басқаның бойында болмайды. Басқада жоқ. Қайталанбайтын бір тұлға. Соны біз сезіне білуіміз керек та. Оның бәрі неден басталады? Бірінші махаббаттан басталады, алғыстан басталады. Мен соны өзім түсіндім әбден. Адамның дамуы мен деградациясы оның жадынан өте айқын көрінеді. Егер ол оны жаттықтырмаса, ол жоғалады дейді. Мінекей құрақ қалады. Мынандай жап-жасыл болып тұрған терек, мына жерге қап-қара болып, егер өзімен өзі айналыспаса, уже құрып, өзі ар жағынан топырақ болып қалды дейді. Керемет, біз осындай енді сабақтар аламыз. Владимир Викторович көзімізді жеткізіп береді ғой. Тура бар ғой, көзімізде миымыздан өткізіп, жүрегімізге жеткізіп, сүйегімізден өткізіп береді. Дамыңдар, өсіңдер, еш уақытта еш нәрсе кеш емес.
қаншама мысалдармен ол адамдардың тарихтарымен біздің көзімізге шұқылап тұрып айтады. Өз өміріңді өзің қор қылма деп айтады да. Қор қылма. Ауру сырқау болу үшін, уайым қайғы үшін келген жоқсың, сен бақытты болу үшін келдің. Адам бақыттың генераторы дейді. Мына жерде сіздерге сол бақыттың деңгейін дамытатын жаттығулар береміз. Суперджамп бұл өмірде идеалдың өзін өзі дамытудың күнделікті жолы. Идеалды өзін өзі дамытудың күнделікті жолы. Өзіңіздің идеальный адамға шығару үшін сіздің соған берілетін жол береді. Суперджамп бұл өзін өзі дамытуға және адамдарға көмектесуге негізделген үлкен бизнес. Біз бизнесті қазір айтпаймыз. Біз жаңадан келген адамдар тек келіп, курстан өтіп, сол жаттығуларды өзің жасап, бойыңнан өткізіп, өзің түсініп, түйсігіңмен түсініп, содан кейін бар, мынаны мен таратайын, мынаның пайдасы зор екен десе, бұл жерде үлкен бизнес та бар. Суперджамптың негізі мақсаты бар, бұл 1000 адамды миллиардер жасау және қарапайым адамдардың ішінен. Бізде таксист те бар, бізде пол жуатын адамдар да бар, бізде әртүрлі, бізде пенсионерлер де бар, студенттер де бар, ауылдағы адамдар да бар, барлығы. Солардың ішінен дейді, осы жаттығумен бізбен бірге болатын болсаңыздар, 1000 жаңа миллиардер, долларлық миллиардер, теңге емес, қарапайым адамдардың ішінен 1 миллион миллионерді шығаруға болады деді. Оның бәрі математика түрінде есептеп тастаған. Суперджамп бұл жердің экожүйесін жоюдан құтқару. Дәлірек айтсақ, әлемдегі барлық балаларды құтқару. Яғни бұл өте біздің үлкен мақсаттарымыз. Біз егер өзіміз саналыққа келмесек, әрқайсымыз бақытты болып, мейірім махаббатқа жүрегімізді толтырмасақ, біздің жеріміз де жылап тұр қазір. Жерімізге де махаббат керек, жерімізге де қамқорлық керек, жерімізге де саналық керек отыр. Санасыздықтан адамдар алып сатуға кетіп жатқанын қазір бәріміз білеміз, иә. Мінсіз өзін өзі дамыту жолы өмірдің үлкен мәні дейді мына жерде. Владимир Викторович деген мына осы кісі, мінекей өзі сіздер суреттерін көріп отырсыздар. Суперджамп жолы қазір. Суперджамп жолы өмірдің мәні ретінде идеалды өзін дамыту идеясы. Сонда өмірдің мәні неде? Бақытты болу және бақытпен жақын адамдарыңызбен, туыстарыңызбен бөлісу. Бәрі дұрыс. Адамның күнделікті дамуынсыз бақыт мүмкін емес дейді. Сіз дамуды қолға алмасаңыз, сіз бақытты бола алмайсыз. Адам жоғалады дейді. Адам осылай жұмыс істейді. Біз дамимыз, немесе жоғалып кетеміз. Ақыл ойымызбен денеміз дамиды, немесе деградацияға ұшыраймыз. Енді ол рас, енді барлығын өзіміздің бойымнан өткіздім. Мен қазір өзімнің немді, сіздерге историямды, тарихымды, осының алдындағы бейсенбіде мен толық басынан аяғына дейін өзімнің тарихымды айтып бергем. Ол туралы менің Салтанат Нұрғожаева деп ютубқа кіретін болсаңыз, сол жерде тұр, сақталып тұр, сол жерге қарап өздеріңіз тыңдап алуға болады. Ол бір 50 минуттай уақыт алды. Мен мінекей қараңыздар, егер адам дейді өзінің жаңағы психикалық қиналыс дейді, азап дейді, жаңағы несі, не дейді, өзінің енді қатты ашуланшақ болып кетсе, қатты ренжи беретін болса, үнемі жылап жүретін болса, үнемі қайғырып жүретін болса, ол ауру дейді. Ол психикалық ауру дейді, азап дейді. Сондай азапқа түскен адам ешкімге жақсылық жасамайды. Ол өзіне де жақсылық жасамайды, жақындарына да жақсылық жасамайды. Оның біріншіден физикалық денсаулығы бұзылады дейді. Жан ауырады дейді. Уже мынандай сондай нерв жұқарғаннан кейін, жүйке тамыр жұқарып кеткеннен кейін, оның ашуланшақ бола келгеннен кейін, қорқа бергеннен кейін, әр нәрсеге жаңағы ренжи бергеннен кейін, өсек айтып, өтірік айтып, жаңа неше түрліге түсіп кеткен кезде, оның бірінші денсаулығы құтады. Жан ауырып тұр ғой. Жан ауырғаннан кейін тән ауру басталады дейді. Мансабы құлдырап кетеді. Энергиясы жоқ болып кетеді. Отбасы құлайды. Отбасында бірлік береке кетеді. Отбасында ырың-жырың, шу, сондай жағдайлар сол себептен болып жатады. Ол балалар мен туыстарға тек қайғы мен қайғы алып келеді дейді. Қайғы береді дейді. Ол сондай ауруға ұшыраған адамнан тек қана ол проблема жасайды дейді. Өзінің туған туыстарына дейді. Бүкіл өмірі құлдырайды дейді. Яғни біздің психикалық денсаулығымыз, миымыздың дұрыс жұмыс істегені,
психикалық денсаулық ол миға байланысты. Миымыздың дұрыс жұмыс істегені ол өмірге тең дейді. Ол нағыз өмір. Бұның бәрі Владимир Викторовичтің сабақтары. Енді мінекей дәлелдеме, құрметтілерім. Дененің, мысалы, болады ғой, дененің кемшілігімен туған мінекей мына жердегі Ник Вуйчичті бүткіл әлем біледі. Екі қолы жоқ, екі аяғы жоқ, жарты денесі жоқ қой. Жарты денесі жоқ, иә. Бірақ әлем оны біледі. Оның басы істеп тұр, миы істеп тұр, ақыл ойын дамытып отыр. Өзін жаңа өте күліп жүреді, қалжыңбас сондай адам неке өзінің әп-әдемі жолдасы бар, 4 баласы бар, сондай бақытты болып отыр. Себебі оның миымен жұмыс істеді, миы сау. Өзінің миы сау болғаннан кейін оның өмірі де сау, ол бақытты, ол бай. Міне жер жазылып тұр мінекей. Ник Вуйчич қолсыз және аяқсыз дүниеге келді. Бірақ оның психикалық денсаулығы жақсы дейді. Және бәріне қарамастан ол толыққанды бақытты өмір сүруде. Олардың 4 баласы бар, бай, Роллс деген жаңа көлігі бар дейді. Бұл долларлық мультмиллионер. Ник Вуйчичті білмейтін адамдар жоқ. Қаншама 12 мүшесі сап-сау болып, өзінің жаңа миын дұрыстап жұмыс істей алмай, өсіп даму жолына түспей, кітап оқымайды, ештеңеге қызықпайды. Сөйтіп өздері кем мүгедек жасап жүрген адамдар қаншама біздің ортамызда, иә. Өздері 12 мүшесі сап-сау. Бірақ өзінің психикалық жағын дұрыстай алмай, миын дұрыс пайдалана алмай, күйзеліске түсіріп, өзінің не істеп, не қоярын білмей, өзін баға алмай, өзінің отбасын бағаламай, өзіне шамасы жетпей, қиналып жүрген адамдар біздің арамызда көп. Сондай бақытсыз болып жүрген адамдар. Сондай адамдарға да көмекке осы Суперджамп қазір әлемде пайда болып отыр. Кез келген адамды жөнге келтіреді. Енді мына жердегі Стив Джобс дегенді білесіздер, айфонды бәріміз білеміз. Бұл да өте кедей отбасынан шыққан, әке-шешесі бұнысын тастап кеткен, басқа әке-шешесі бағып алған, олар оны оқыта алмаған, өзінің өмірбаянында бір тамақ ішу үшін жаңағы бір церковь дей ма, бір анандай болады ғой, благотворительный тамақ беретін жерлерге барып тамақ ішіп, далада жатып, достарының қасына жатып, сөйтіп өте кедейлікте жүрген адам. Сол кісінің айтқан сөзі, бұл да өзімен өзі жұмыс істеп, философиямен жаңағы Сократты толық біліп, Сократпен өзін сабақ алған болу керек. Өйткені айтады, мен Сократпен бір рет кездессем, мен барлық өзімнің байлығымды, барлық технологияма айырбастар едім сол кісімен бір рет кездесуге дейді. Сондықтан да көп өзінің өмір жолында өзімен өзі жұмыс істеуде сол Сократтан үлгі алған болу керек. Сол айтады, мінекей қазір сіздерге соны тыңдатайын. Когда мы растем, нам часто рассказывают, что мир, он такой, какой он есть. И нам нужно проживать свою жизнь по правилам этого мира. Не пытаться биться головой о стены, а просто жить обычной, нормальной семейной жизнью. Веселиться, копить деньги. Это очень ограниченная жизнь. А жизнь может быть гораздо шире. И если ты поймешь одну простую вещь, что вся жизнь, которая тебя окружает, состоит из людей, которые не умнее, чем ты, и ты можешь влиять на эту жизнь, изменять ее, создавать вещи, которыми будут пользоваться эти люди. Если ты это поймешь, ты уже никогда не будешь таким, как прежде. Түсінікті ғой, иә. Осы айналамыздағы болып жатқан дүниенің барлығы дейді, оны жасап атқанның бәрі адамдар дейді. Сенен ол ақылды емес дейді. Сенен ол артық емес дейді. Кез келген адам бұл өмірге бекер келген жоқ дейді. Сен де осы өмірді өзгертуге үлесіңді қоса аласың деп сөйтіп отыр. Ол үшін сол миымызбен өзіміздің жұмыс істеуімізді жүзеге асыруымыз керек, иә. Енді бізде Суперджампта бізде мынандай былай деп аталады. Сол себептен Суперджамптың негізгі мақсаты эмоционалдық интеллекті дамытуға арналған онлайн клуб деп аталады. Өзіңді таны дейді, өзіңмен таныстырады, өзіңмен өзің танысасың бұл жерде. Эмоционалды басқаруды үйренесің, өзіңді ынталандырасың, қатынастарыңды жақсартасың, басқаларға көмектесесің, және стрессті жеңесің дейді.
күйзеліске түсіп кетсең ана мына болса, осы жаттығулар жасап отырып сіз сол өзіңізді ретке келтіріп аласыз. Бәрі мидың жұмысы. Суперджамп бұл эмоционалдық интеллектті дамытуды қалайтын және басқаларға көмектесетін 76 елдің адамдарын біріктіретін халықаралық платформа. Эмоционалдық интеллект деген не? Эмоционалдық интеллект бұл өз эмоцияңды, сезімдеріңді, ойларыңды және энергияңды түсіну және басқару, сондай-ақ басқалармен тиімді қарым-қатынас жасау және әрекеттесу дағдыларын бойға сіңіру. Эмоционалдық интеллектті дамыту дағдылары: өзін өзі тану, өзін өзі ынталандыру, эмоционалды басқару, қатынастарды басқару, басқаларға көмектесу, стрессті жеңу. Эмоционалды интеллектті дамыту көмектеседі күн сайын позитивті көзқарасты сақтауға. Таңертеңнен тұра саласында сен өзіңді, энергияңды жоғарылатып, көңіл күйіңді жоғары ұстауға көмектеседі. Көңіл күйіміз көтерілген кезде өмірімізде көтеріледі, барлық мәселенің шешімі тауып кетеді. Мен айтамын, біз өзіміздің эмоциямызды, жаңағы сезімімізді басқарып үйренсек, өзіміздің ойымызды қадағалап үйренсек және сөзімізді қадағалап үйренетін болсақ, жамандықтың бәрі бір өмірімізде болып жатқан бізді айналып кетеді деп айтамын. Шынымен де сол. Өйткені мен оны жай ғана айтып отырған жоқпын. Мен өзім осы жаттығуларды жасап, өзім басымнан, өмірімнен өткізіп, қазір соның бәріне көзім жеткізіп жатырмын. Барлық өмірдегі болып жатқан жамандықтың да, жақсылықтың да, менің басымдағы болып жатқан жақсылықтың да, жамандықтың да себебі тек қана мен екенімді мен мойындадым. Маған байланысты екен барлығы. Бәрін өзіме тартып тұрмын. Жақсылықты да өзіме тартып тұрмын, жамандықты да өзіме тартып тұрмын. Енді мен ақымақ емеспін ғой, соны естіп тұрғаннан кейін мен өзімен өзім жұмыс істесем, миымды басқаратын болсам, мен неге сонымен айналыспай жақсылықты ғана өзім өміріме тартпасқа деп. Мен сол себептен мен әрбір жаттығуды жүрекпен қабылдап, көңілмен қабылдап, бар ниетімді, бар назарымды салып, орындап, шынымен де мен өмірімдегі жамандықты мүлдем жоғалттым. Менің өмірімде жамандық деген қазір болмайды. Жамандық деген жоқ онда. Бәрі жақсылық. Өйткені мен өзім әсер етіп жатырмын соған. Өзім соған толық қолыма алдым. Өзімнің өміріме толық жауапкершілігімді алып отырмын. Сондықтан да соған көмектескен маған осы суперджамптағы 8 жаттығу. Таңертең тұра саламда, мен таңертеңгі көңіл күйімді көтеріп, энергиямды, позитивті көзқарасты сақтауға барлығын жасаймын. Сөзімді де айтамын, ойымды да айтамын. Жаңа сау болып жатуға денемді де тазартамын, ішімді де тазартамын. Бәрін, оған көп уақыт кетпейді. Бір күнінде бір жарты сағат уақыт бөлсеңіздер жетіп жатыр. Неғұрлым энергия және көңілді болуға көмектеседі. Жұмысқа мотивацияны арттырады, өмірге деген мотивацияны арттырады. Өз потенциалыңды жақсырақ ашуға. Потенциал бәрімізде бар. Жаңа мен айттым, көшбасшылық дағдыларды жақсартуға. Көшбасшы, ой, қайдағы мен көшбасшы, әйтеуір бір жайбарақат жай адамын ғой, көптің біреуімін ғой деп жүреді. Мен де қайдағы көшбасшы, өзіме шамам жетіп алсын деп өзімізді өзіміз сөзімізбен, ойымызбен өзімізді төмендетіп тастаймыз. Өзіміздің бағамызды түсіріп тастаймыз. Өзімізді сорлығып тастайды екенбіз. Қолымнан түк келмейді. Маған әйтеуір ақырында өмір сүрем жетеді, осы ішіп жегеніме жетсе болды, осыған да тәуба деп бірнеке болмай жатса, бұл Алланың ісі деп сөйтіп өзімізді өзіміз төмендететін, өзімізді өзіміз құртатын біздің сөзіміз, ойымыз, жаңа эмоционалдық сезіміміз екен. Сондықтан да құрметтілерім, тағы да бізде енді қалай өтеді, мен соған сіздерге тағы да ақпарат беріп кетейін. Сізге ақпарат беріп кетейін. Қалай бізде өтеді осы жаттығулар, курстар қалай өтеді, соны мен сіздерге қазір айтайын. Бүгін дайындап қойған бағана. Всемирная ассоциация. Мінеки. 10 күннің ішінде біз сіздермен зуммен кездесеміз. Зуммен кездесеміз, 1 сағат уақыттарыңызды алады. 1 сағат уақыттарыңызды алады. Курс кімдерге көмектеседі? Мен айтар едім, барлық 12 жастан 100 жасқа дейін, 90-95 жасқа дейінге кез келген адамға
көмектеседі. Мына жерде бәрін жазып отыр да, бизнесмендерге де көмектеседі, бақыттыға, жаңағы байға да көмектеседі, кедей адамға да көмектеседі. Енді отбасындағы жолдасына да, әйеліне де, күйеуіне де көмектеседі. Енді өмірін жақсартқысы келетін кез келген ересек адамдарға көмектеседі деп айтар едім. Суперджамп бұл ойлауды дамытуға, эмоцияларды басқаруға және жалпы физикалық жағдайларды жақсартуға арналған интеллектуалды онлайн оқыту курсы. Ол 8 қарапайым әдіске негізделген және барлық жастағы адамдарға арналған қолжетімді және өте тиімді деп отыр. Оқу күніне 1 сағат болады, 10 күнге созылады. Топта 10-12 адам болады. Сабақ онлайн Zoom арқылы жүргізеді. Жаттығуларды іздеу және әдістемелерін әзірлеуге, осы жаттығуларды жинауға 30 жылдан астам уақыты кеткен дейді мына жерде. Әлемдік курсты Суперджамп ассоциациясының интеллект жаттықтырушылары өткізеді. Интеллект тренер деген бізде лицензия болады, оны дайындаймыз. Өздер әрбір интеллект тренер, оның ішінде мен сіздерге беріп отырған, біз өзіміз бойымыздан өткізіп, оның нәтижесін, жемісін жеп, содан кейін осыны саналы түрде ары қарай тарату үшін интеллект тренер деген, фаундер деген сондай нелерді, лицензияларды алып, бизнесті алып отырмыз біз. 70 мың оқушылар, қазір одан да көп асты оқушылар осы жерден өткен. 120 елдің адамдары, қазір 10 мың тренерлер бар. Тренер деген сондай лицензия алғандар бар. Біздің осы 70 мың оқушылар, одан да көп адамдар, барлығы, көпшілігі бұл жерден нәтиже алып кеткен, шешілмей жатқан мәселелердің бәрін шешімін тауып алған осы жаттығу арқылы. Неліктен адамдар Суперджампты таңдайды? Бұл өте тез. 10 күнде 1 сағаттан курс оқиды. Бұл жерде медитация жоқ, жаңа йога жоқ, отырып алып бір нәрсе қазбалап, бұрынғы өмірін қазбалап, әке-шешесін қазбалап, бірдеңкелерді қазбалап, ондай жоқ. Бәрі жеңіл беріледі, жеңіл орындалады, қиындатпайды, өте жеңіл береді. Адамдар өздері қазір сондай қиындыққа үйреніп кеткен, көп адамдарға сол жеңіл десе, сонда қабылдай алмай жатады. Негізінде өмірді ауырлататын да, жеңілдететін де өзіміз екен. Мына жерде бәрі жеңіл, оңай береді. Бұл ыңғайлы тренировка жаттығулар онлайн түрде Zoom арқылы өтеді. Бұл тиімді, қатысушыларға 92% 4-ші күнде-ақ жақсы нәтижелер көре бастайды. Өзгеріс іште болады. Бұл қолжетімді, жаттығуды кез келген жерде орындауға болады. Bir жерде отырып ап, жазып ап, ондай жоқ. Бұл өте қызық. Өтеді. Оның барлығын бастан өткізу керек. Қарапайым, толығымен. Курстан өткен оқушылардың мыңдаған отзывтары бар. Осы жерден қандай оларды жаңа нәтижеге жеткендерін, оның бәрі регистрация жасағаннан кейін сіздердің алдарыңызда шыға келеді. Немесе сіздерді қай интеллект тренер шақырды, соларды сұрасаңыздар, отзывтарды оқитын боласыз. Кімдер қандай осы жерден нәтиже алғандарын өздеріңіз көздеріңіз жетеді. Суперджамп курс сіздерге не береді? Бәрін береді. Не керек сізге? Ең бастысы не керек екенін білсеңіз болды. Не керек, соның бәрін беруге көмектеседі. Өйткені бәрі біздің басымызда, бәрі біздің миымыздың ішінде. Біз өзіміз тауып аламыз осы жаттығуларды жасап, біз өзімізге инсайттар келеді, өзімізге ойлар келеді. Біз сұрақ қоя бастаймыз өзімізге. Біз сұрақ қоюды білмейміз. Біз сұрақты қойсақ, мына осы мәселені мен қалай шешем екен, қандай жолмен шеше екен десең, сразу жауап келіп тұрады. Оны көп адамдар білмейді. Жаңа біздің миымыз түнде жатқанда да неғылмай жұмыс істеп жатады екен, түп санамыз ұйықтамайды екен, біздің ми деген бәрін обработка жасап жатады, алған барлық ақпараттардың барлығын. Сондықтан жатар алдында да бізде айтады, жақсы сөздеріңді, тағы да бізде тренировкалар бар, соны тыңдап жатыңдар, ана жақсы сөздерді тыңдап жатыңдар, жақсы оймен ұйықтаңдар деп бәрін осы жерде айтып беріп отырады. Бізде мінекей 8 жаттығу бар. Мен оны аттарын айтпай қоян. Түсінетін адам бар, түсінбейтін адам бар. Өйткені бір жаңадан шыққан индустрия, жаңадан шыққан осындай өсу даму жолы. Бұл деген басқа жерге ұқсамайды. Сіздер білесіздер, коучтар, тренерлар,
марафондар жүргізеді, курстар жүргізеді, дайын курстар сатады екен. Бізде көп адамдар өтіп жатыр ғой алдымыздан. Бұл ондай емес. Ол басқаша, өзгеше. Сондықтан біз оны аттарын айтпайық, қысқаша қай жаттығу не беретінін сіздерге айтып кетейін, иә. Бірінші жаттығу ағзадағы бақыт гормонын өндіруді күшейтеді. Шынымен де солай. Гарантия беремін. Жұмысқа деген қабілетіңізді арттырады, шығармашылықты көтереді, шаршағанды басады, ойлау қабілетін жылдамдатады, шешендік қабілетті дамытады. Бірінші жаттығу. Шынымен де толығымен солай. Осы мен өзім басымнан өткіздім, өзім көзім жетті оған. Адамға сондай бір керемет қуаттандырады. Менде менің өзімнің курс жүргізіп жүрмін ғой, мен қазақ тілінде курс жүргізіп жүргенде бір оқиға болды. Енді Жұмакүл келді ма келмеді ма білмеймін. Бірақ осы жаттығуды жасап, 40 минут жасап, өзінің 16 жылғы сезон аллергиясынан жазылып кеткен. Бірақ күнде, бірақ жаттығудан. Өйткені шын жүрекпен, көңілмен сеніп жасаған ғой. Екінші жаттығу позитивті ойларды қадағалауға көмектеседі, психикалық күйді тезірек позитивті күйге ауыстырады, жағымсыз дағдылардан арылуға көмектеседі. Шынымен де солай. Мен оған гарантия бере аламын. Үшінші жаттығу өзіңізге деген сенімділігіңізді арттырады, энергия деңгейін күшейтеді, ішкі органдарыңыздың жұмысымен жалпы физикалық күйіңізге позитивті түрде әсер етеді. Яғни біз омыртқамен жұмыс істейміз. Өзіміздің мына омыртқамыздың түзу ұстау соның неге қажет екендігін сіздер сол жерден білесін болады. Төртінші жаттығу жігер күштің дамытады, жігер күшімізді дамытады. Өзімізді енді бұл жаттығу өте мықты жаттығу, денсаулыққа да әсер етеді, ішкі күйге де әсер етеді, біздің санамызды да кеңейтеді. Бесінші жаттығу эмоционалдық сезім әсеріңізді қадағалауға. Осы жаттығуда өте мықты жаттығу, мен осы жаттығуды өте көп жасадым. Өйткені жаңағы эмоционалдық көңіл күйімізді дұрыстауға, жаңа позитивке ауыстыруға енді оған күш салу керек қой. Енді әбден әдет болып кеткен, ашулана берсең, ренжи берсең, жаңағы біреудің тек қана жаман жағын көріп отырсаң, оны айта берсең, критиковать ете берсең, ол әдетке айналып кетеді ғой. Содан арылу үшін енді біраз осы жаттығуларға көңіл бөліп жасаған кезде олардан арылып басқаша көңіл күйге түсесіздер. Сондықтан бұл жаттығуда эмоционалдық сезім әсеріңізді қадағалауға көмектеседі, стресске төзімділікті, ұстамдылықты және ашықтықты дамытады. Гарантия. Мен өзім осының бәрін өзім жасадым. Тура осы жерде айтылғандай болатындығына мен сіздерге кепілдік беремін. Жеке түп санамен тікелей жұмыс істеуге көмектесетін 6-шы жаттығу. Енді бұл енді өте мощный жаттығу ғой. Бәрі мощный жаттығу. Олардың бәрін бірге жасасаңыз, сіз тез өзгеріс болады өміріңізде. Өзіңе деген сенімділікті арттырады, жоғары жетістіктермен кез келген мақсаттарға жетуге көмектеседі. Кез келген не ойлайсың, қандай мақсат қоясың, соған қолыңды жеткізіп отырасың. 7-ші жаттығу көңіл күй деңгейін көтереді, жалпы эмоционалдық күйіңізді жақсартады, депрессиядан тез шығуға, бақытпен үйлесімдік жасауға көмектеседі. Бұл да өте мощный упражнение, жаттығу. 8-ші жаттығу саналықты алып келеді, осознанностьқа алып келеді. Өзіңнің ішіндегі мүмкіндігіңді, потенциалыңды, өзіңнің талантыңды шығаруға көмектеседі. Мінекі осындай бізде 8 жаттығу бар. Соның бәрін сіздер осы жерден келіп аласыз. 10 күнде қандай нәтижелер ала аласыз? Бұны біз сіздерге бере аламыз. Қандай нәтижені өзіңізден күтесіз, соның бәрін аласыз. Бәрін аласыз. Егер сіз 10 күн 10 сағат уақытыңызды бөліп, бар зейініңізді, барлық саналығыңызды қосып, видеоңызды қосып отырып, интеллект тренердің көрсеткен жаттығуын шын жүрекпен, көңілмен жасап, ешқандай 10 күнде бір условиясы солай. 10 күнде ешқандай өзгеріс алмасаңыз, ештеңені түсінбесеңіз, сізге салған ақшаңызды 14 күннің ішінде қайтарып береді. Менің практикамда, менің осы немде қайтару алу деген болған емес. Өйткені өткен адамдардың барлығы өзі түсінеді. Мен қайда кеттім? Қазір мынаны өшіріп тастайын.
келген адамның бәрі түсінеді, жасайды, өздеріндегі өзгерісті байқайды, одан кейін алғыстарын айтады, алғыс айтып қана қоймайды, осы жерден келіп лицензия алып, интеллект тренер болып, осыны ары қарай таратуға өздерінің ниеттерін білдіріп жатыр. Сол себептен де мен өте қуаныштымын бүгінге жаңадан келіп жатқан адамдарға. Енді мен қысқаша өзімнің жаңа тарихымды айтып кетемін. Неге мен сіздерге осыны айтып отырмын? Неге мен сіздерге кепілдік беріп отырмын да? Мен 56 жасымда осында келдім 2016 жылы. Өзім адвокат болып жұмыс істеп жүрдім сол кезде. Уже бітіп саудан бітіп келгем, еңбектеп келдім деп айтсам артық болмайды. Салмақ деген енді өзім бірде 54-пін, салмағым 86 ма 83 па, жүре алмай қалғам, аяқтан да тізеден де сондай сынып кеткем, жүре алмай қалғам, бүйректен де кеткем. Уже врачтарға барып едім, уже төндіріп қойды, біткесін саудаңыз, біткен, тезірек сізге жату керек, бүйту керек, сөйту керек деп врачтардың бәрі айтты. Менде 2 жол тұрды. Не мен сол врачтарға барып жатуым керек болды, немесе осы жаттығуды орындауым керек болды. Мен естідім ғой жаңағы барлық презентациядан бәрін естідім. Мидың мүмкіндігі өте зор. Миды басқарып үйренетін болсақ, кез келген мәселені шешуін тауып аласың, ауруды да жазып алуға болады деді ғой. Ауруды жазып алуға болады. Маған еще жаңа ғалымдардың айтқан сөздерін бәрін дәлелдеп берді. Енді мен адвокат болған, маған дәлел керек болды ғой. Дәлелдеп бергеннен кейін, мен соны естігеннен кейін, мына жаттығуларды қиын да болса, миым қарсыласады миым. Мен бір кезде тастап кеткім де келді. Жыладым, біресе күлем, біресе жылаймын. Көңіл күйім сондай толқыды. Сол бір 2 аптаның ішінде мен өзім жаңағы нәтижесін көре бастадым. Салмағым 2 аптаның ішінде 4 килограмм өзінен өзі түсіп кетті. Мен ешқандай диета ештеңке ұстаған жоқпын. Қалай тамақ іштім, солай тамақ ішіп жүрдім. Аяғым, тізем жүргізбей қалған. Оң жақ, жоқ, сол жақтағы, жүрек жақтағы тізеден жүре алмай қалғам, сынып кеткен. Сол жіберді. Сонымен ақырындап барлық денсаулықтың бәрі орнына түсті. Одан кейінгі менің өзімнің өмірімде өте көп қиыншылықтар көрдім деп жүрсем, өзім сорлығып, шағым жасап, сөйтіп жүргем. Осы жерге келген кезде мен түсіндім, сол қиыншылықтың бәрін мен өзімнің сөзіммен, ниетіммен, ойыммен өзіме тартып алғам ғой. Менің бір қателігім, мен барлығын өзгерткім келді. Әке-шешемнен бастап бәріне көңілім толмайтын. Бір адамға көңілім толмайтын. Алдыма келген адамның бір кемшілігін көріп, соны айтпасам отыра алмайтын. Сыртынан сөз айтам, өсекті де айтам, көзінше де айтам. Сөйтіп барлық адамдарды түзетем деп, өзгертем деп мен алпарыстым. Балаларымды өзгертем деп. Күйеуімді де 2 керек күйеуге тидім. 2 күйеуім де қайтыс болып кетті. Оларды өзгертпекші болдым ғой. Олардың бәрін өзгертпекші болдым. Мен айтып отырмын ғой. Әке-шешемнен бастап мен өзімше ақылдымын. Бәрін өзгертем деп алпарысып жүріп, өзімнің қалай ауырып қалып, өз өмірімді өзім қысқарта салғанымды байқамай қалдым. Сол жерге келгенде бірақ сөз, Махатма Гандидің бірақ сөзін айтты. Сен әлемді өзгерткің келсе, бірінші өзіңді өзгерт. Өзіңнің қарым-қатынасыңды өзгерт деді. Сен өзгерсең, әлем өзгере бастайды деді. Сол сөзді естіген кезде таңғалдым. Содан бастап қойдым. Ешкімге тиіспеймін. Ешкімді өзгертуге тырыспаймын. Жайына қалдырдым. Балаларды да жайына қалдырдым, бауырларды да жайына қалдырдым. Ешкімнің өміріне араласпайтын болдым. Сондай сөйтіп жүріп, мынандай болып қалды, странный болып кетті деген сөзді де естідім. Өзіме рахмет, энергиямды, уақытымды біреуді өзгертем деп алпарысып, сөйтіп құртып жүр екенмін. Миымда жұмыс істей бастады, идеялар да келе бастады. Тағы да мен алған нәтижелерім өте көп. Енді ең мықты, крупный алған нәтижем сол денсаулық. Енді бірінші байлық денсаулық қой. Денсаулығым түзелді, өмірімді ұзарттым, өзімнің өлейін деп айтамын, өлімнің алдынан сақтап қалған осы 8 жаттығу мені. Одан кейінгі менің ақша жағынан, қаржы жағынан. Өзім адвокат болсам да, менде қаншама кредит болды. Жаңа қазақтың, менде понтовать етіп,
сыртым бүтін, ішім түтін болып, өзімше сырттан өзімді көрсетпекші болдым ғой, мен мынандай крутоймын деген сияқты бәрін кредитке алып алғам. Кредиттің еще өзіме ғана алмаймын, туған туыстарыма, бауырларыма да алып берген ғой, бауырыма да алып берген ғой. Сен зарплатың жақсы ғой, анау мынау жақсы ғой, маған әпере салшы, мен саған не қыламын, жаңағы өзім төлеймін дейді да, төлемей кетті бәрін. Сойтып мен деген ол бәрі ақмақтық қой енді. Шында надандық болған ғой, мен өзім надандық болған. Сол қазір 20 миллионнан асқан кредит болған, соның қазір жоқ, ешқайсысы жоқ. Кредиті жоқ, қазақ бар ма десе, мен басымды көтеріп тұрып айта аламын, менің кредитім жоқ деп. Кредиттің бәрін жаптым, қарыздың бәрін жаптым, алмай жатқан 7 жыл, 8 жыл бір ақшаларды алып кеткен біреулер. Сол ақшалар қайтып келіп жатты. Сөйтіп жақсылықтың өзі күнделікті. Менің күнде айтатын сөзім, менің жолым болғыш. Менің жолым болғыш. Сәттілік менің серігім. Соның барлығын, мына айтқан сөзім, аузымнан шыққан сөзім, ойымның барлығы өміріме кіріп жатыр. Мен бақыттымын, мен баймын. Менің балаларым өте тәрбиелі, қайырымды, мейірімді, шынында да қайырымды, мейірімді болды. Бір кезде мен балаларымды мен бағып отырсам, мен айтатым, мен мына өлсем, мыналар деген не болады деп ойлайтым. Мен өліп қалсам, мыналар қалай болады? Мыналар вообще әлсіз ғой менің балаларым деп, сөйтіп өзім таң қалатын. Бәрін бердім бұларға. Не ішем, не жегізdim, неге бұлар осындай болды деп сөйтіп жүрсем, оны әлсіз жасап жүрген өзім екенмін. Оны да мойындадым. Кейін оны да түзетіп алдым. Бәрін түзетуге болады екен, құрметтілерім. Өткендің бәрін өкінбей, өзіңмен жұмыс істеп, миымен жұмыс істейтін болсын, кез келген мәселенің шешімін тауып, кез келген мәселенің орнына салып алуға болады. Ең бастысы, өзің мықты болсаң. Мен айтам, мына жерде 4 тыны сен сақтайтын болсаң, сен жеңімпаз боласың, сен жеңіп шығасың. Өнен кейін сен уайым, қайғы, түсінбестік дегеннің бәрі жоқ болып кетеді өміріңнен, жоқ болып кетеді. Өйткені сен уже басқаша өмір сүресің, басқаша қарым-қатынас жасайсың. Ол 4 Т деген неге? Төзімділік, тұрақтылық, табандылық, тәртіп. Сол 4-еуін үнемі ойыңа сақтап, соны істейтін болатын болсаңыз, сіз жеңімпазсыз, сіз жеңесіз. Сіз жеңбейтін ешнәрсе жоқ. Одан кейін білу керек та, мақсат, арман мақсат болу керек. Көп жағдайда арман мақсат жоқ адамдарда. Армандауға қорқады қазір. Қайдағы арман, мынандай замандағы арман қайда? Әйтеуір өлмей өмірімізді сүрсек, тамағымызды тауып жесек деп, өзімізді өзіміз сөзбен құртып тастаймыз, өзімізді сөзбен тежеп тастайды екенбіз. Мынандай Қазақстанда коррупция, қайдағы байлық деп. Бар ғой бұл жерде бай адамдарда. Бұл жерде кедей адамдар, қай жерде болмасын, қай мемлекетте де бай да бар, кедей бар. Оның барлығы санада. Санамыз байлыққа мән беретін болса, бай боламыз. Кедейлікті айта беретін болсақ, жоқтықты айта береміз. Жоқтықта боламыз, кедейлікте боламыз. Нені айтамыз, нені көп ойлаймыз, соның бәрі өмірімізге кіреді. Сондықтан оны қадағалап отыру үшін орта керек, тренер керек, және біздің жаттығуларымыз керек, 8 жаттығуымыз керек. Міне қысқаша құрметтілерім. Сондықтан бүгін келгендер, тыңдағандар, жаңадан келген адамдар бар ма екен осы жерде? Жаңадан келген адамдар болса, неге хабарға... Мен бармын. Аты жөніңді айта қой, таныса қой, сұрағың болса қоя қой. Есімім Назгүл. Менің апам отыр осы жерде, Мансия. Апамның шақыртуымен қатысып отырмын. Апам молодец. Иә, апам бәрімізге үлгі, отбасымызда, осы әулетімізде, расымен де апамыз деген көптен бері заниматься етеді. Өзімен осы мотивация беру арқылы мен осы жақыннан бастап қосылдым Суперджампқа. Бір апта болды, мен өзім шыны керек смех зарядкаға қатысып жүрмін. Бір аптаның ішінде жаңа кеште апама өзінің эмоцияларымен бөлістім, жарты сағат бұрын. Бір апта үзбей таңертең кемінде 2 рет, 3 рет кәдімгі 8-9-10 смех зарядкаға кірем.
басында қиын болды, басында күле алмайсың, тамағым ісіп кетті, мына жерім кәдімгі істі. Содан кейін ауру жоқ деп өзімнің ойымды өзгерте бастадым. Не байқадым? Өзімде өзгеріс байқалды бір аптаның соңында. Енді жаңадан келгендер бар ғой, мен енді өзімнің әсеріммен бөлісейін. Суперджампты былтырдан бері майдан бастап естідім. Мансия апам майдан бастап маған айтты, тыңдаған жоқпын. Құлақтан кіреді, екіншіден шығып кетеді. Міне енді санам ашылып, енді түсінік келді. Бір апта болды, осы зарядкаларды, жаңа 8 жаттығуды жасап бастадым. Жаңа жоғарыда айтылғандардың барлығымен келісем. Бір аптаның соңына қарай мен өзімдегі өзгерістерді сезе бастадым. Өзіме сыртымнан қарай бастадым. Өзім не ойлап жатырмын, соны бақылай бастадым. Мына қолымда резинка бар. Резинкамен контроль жасап үйрене бастадым. Керемет. Наставнигің кім, жаным, сен? Менің наставнигім сол Мансия апам. Мансия апаның наставнигі кім? Мансия апаның наставнигі. Сәлеметсіз, кеш жарық, қазір айтайын. Өте кеш жарық, бәріңізге жақсы күнде, ғажап күнге кездесіп отқанымызға. Мен көптен бері армандап жүрген эфирім қазақша еді. Сол қазақшаның бүгін сұрауым бойынша келдім. Бірінші ссылка мен шақырған осы суперджамптамын өзім. Уже проинтеллект тренермін. Енді міне уже естіп отырсыңыз ғой, тумаларыма айтам, енді естіп жатыр жайлап. Менің өте тамаша алдымдағы менің көшбасшы, ол менің Жайнагүл деген адам, Жайнагүл деген тамаша адам. Менің ситуациямды, жағдайымды жақсы білетін, осы суперджампқа келгенімді сұрады. Оған дейін мен 20 жыл бойы ізденісте жүрген адам едім. Неше түрлі психолог алған жоқ, неше түрлі Қытайдан келдім. Жасыңыз қаншада, Мансия? Мен ба? Қыздың жасы 18. Ой, жақсы, керемет. Қыздың жасын айтпайды дейді, өзіңіз шамалай беріңіз. Мен өте сізге, сен мен прям гармонияны сәт қалай сен шымырлап отыр. Сондай осындай эфирден қазағым естісе, мен қазақша беремін, келіңізші деп қақсап жүрмін ғой. Енді жаңа сен қазақша бер дедім ғой, жаңа өзі мойындап отыр ғой, естімейді ғой бәрі. Енді естейді деп түсінемін. Өте мен шақырған Жайнагүлге алғысым шексіз. Мен сіз сияқты тағы да көп оның бәрін айта қоймаймын. Өте қиын неден өттім, өзгерістерден, оның бәрін жеңдім осы жаттығулар арқылы. Оны тағы бір кездескенде айтайын, уақыт алмайды. Жақсы, керемет. Өте тамаша, сондықтан бәрімізге айтатынымыз суперджамп таратайық, адамдарды шақырайық, Қазақстанымыз көгерсін, байысын, осы суперджамптан келгеннен басталды деп есептеңіз. Қай жаста болсаңыз да, жас жоқ. Менің жасым, айттым ғой енді, 18-де. Өте сен таптым мен. Өте естіп жүрмін ғой сен, бірақ қандай адам деп ойлаушы едім. Қазақша айтып отқаның сайрап отырсың, өте қуаныштымын. Мына сіңліме де көп рахмет, менің дәрежемді көтеріп тастады. Жайнагүл менің патшайымыма да көп рахмет, мен оған мәңгі алғыс айтам. Оған дейін де басқа жерде Жайнагүл қайда екен? Жайнагүл бар ма екен, шақырды мені. Жайнагүл Алматыда тұрады, мен батыстың қызымын, Орал қаласы, өзім әрі Мансиямын, әрі Мәншүкпін. Жаңа айтып қалдың Мәншүк деп. Екі атым бар, үйде Мәншүкпін. Мен арғарайғын бір күнге жібер, сен де жақтан ұштады. Жалғастырайды. Мансия, Жайнагүл, олар арғы жағын, жоғары жақта кім екен, наставниктеріңізді білгім келіп тұр да. Жайнагүл болу керек, мен шақырған. Жайнагүлді көрінбей тұр. Мансия, рахмет, керемет, сіз бізді бәрімізді шабыттандырдыңыз, үлкен бір қуат бердіңіз. Шынымен де менің де мақсатым. Сізден де алып отырмын ғой. Взаимно. Ана сіңлім ол доктор өзі, доктор, ана көрдің ғой, басына короны киіп алған ғой. Көп біледі менен. Мен де кемпір ғой, түк білмеймін. Олар мен сосын қайдан білсін, пенсиядағы кемпір, ештеңе білмейді.
Олар көп Жоқ, жоқ, біледі. жоқ. Сіз деген көп нәрсені Жоқ, білесіз. олардың сол деп ойлайды ғой. Жоқ, жоқ, жоқ. Мен бірақ даму үстіндегі адам. Сіздің айтқан сөзіңіз сонымен мен прямо не деп отырмын ғой, вибрацияда. Рахмет. Көп көп сізге рахмет, алғысым жақсы Мен де бейнелеріңіз. алғысым шексіз, егер менің айтқаным бәрі сіздің көңіліңізден өтіп, жүрегіңізден өтіп, санаңыздан Өте өтті. Мені прям шымырлатып жіберді ғой. мен бақыттымын. Мен сіздерге жетіп Біз де отырмын. бақыттымыз. Сондықтан рахмет бүгін келгендеріңізге. Енді ана жолы бізде бар ғой, 45 адам болып отырғанша, қазір 22 адам. Енді қазір бізде не болып жатыр ғой, иә? Ораза айы болып жатыр. Негізінде мен ылғи да айтамын, оразада енді белгілі ғой не істеу керек екен, да? Жамандықтың бәрін тастау керек, жақсылықты ғана білу керек, боқтау сөз айтуға болмайды, ұрыспау керек, өсек айтпау керек деп айтады, иә? Таза жүру керек. Ішті де таза, сырты да таза. Бұл оразаны Сүпіржан өмір бойы жаса дейді бізде. Өмір бойы ораза ұста дейді. Сөзден де ораза ұста, ойдан да ораза ұста, сезімнен де ораза ұста. Ашуланба, арақ ішпе, темекі тартпа. Өзіңнің адам болып келдің ба өмірге, адам сияқты өмір сүр деп айтады. Адам сияқты өмір сүру үшін күнделікті даму керек, өсу керек. Сол жолды бізге беріп отыр. Рахмет бүгін келгендеріңізге, тыңдағандарыңызға. Мінекей Мәнсияның бір айтқан сөзі денем шымырлап, бәрі жақсы қабылдап отыр деп отыр. Мен де әр бейсенбі сайын осылай өзімнің білгенімді, бойымнан өткізгенімді айтамын, айта берем. Сондықтан өздеріңіз жалғыз келмеңіздер, көршілеріңізді, жақындарыңызды ертегесін жаңа Мәнсия айтқандай, біздің қазақтардың барлығы, қазақстандықтардың барлығы бай болуға, бақытты болуға лайықты, Қазақстанды алға тартып, жаңағы өсіп дамыған мемлекеттің ортасына қосатын сіз бен біз, ол президент емес, халық, көбінше көп жерде халық саналы болатын болса, біздің мемлекетіміз де өзіміз де бақытты, бай, қуатты боламыз. Бірлікте болсақ, тірлікте болсақ, бір-бірімізді аяғымыздан тартпай, жүзге бөлініп, анда бөлініп, мынандай бөлініп, бөлінгенді бөрі жейді дейді. Сондықтан да өзімізде бірлікте болып, өзімізбен өзіміз жұмыс істеп, ұрпақтарымызға жақсы үлгі көрсетіп, болашағымыз зор болатындай дәрежеге жеткізетін, соған көмектесетін біздің Суперджамп методикасы, Суперджамп ассоциациясы, интеллект тренеров. Бүткіл әлемде соғыс болмас екен, әлемде жаңа бірлік болса екен, тірлік болса екен, әлемде алып сату ғана емес, жаңа өсу, даму болса екен, отбасыларында жаңа бірлік болса екен, балалар жетім болмас екен, әйелдер жесір болмас екен, қариялар қарттар үйіне бармас екен деген, оның барлығы адами қасиеттерге, адами құндылыққа байланысты. Сол құндылықты дамытатын Суперджампқа келіп, шын жүректеріңізбен қабылдап, жаттығуды орындаңыздар. Өздеріңіздің қаншалықты мықты, күшті екендеріңізді сонда ғана білесіздер. Өздеріңіз жақынырақ танысыңыздар. Рахмет сіздерге. Мен сіздерге тілейтін, шаңырақтарыңыздан шаттық кетпесін, жастарыңыздан бақыт кетпесін, жүздеріңізден, езулеріңізден күлкі кетпесін, жүректеріңізден мейірім, махаббат кетпесін, табалдырықтарыңыздан табыс кетпесін, отбасыларыңызда бірлік, береке, сыйластық, махаббат болсын. Өмірлеріңіз тәтті, әр күндеріңіз сәтті болсын. Сіздермен Суперджампта кездесіп отырамыз. Аман, сау болыңыздар. Мен сіздерді жақсы көремін. Сілтеме салыңыз, біз сілтеме.